Судьяның өкілеттігін тоқтата тұру, судьяның мәртебесі сақтала отырып, белгілі бір уақытқа сот төрелігін жүзеге асыру қызметін уақытша тоқтатуы. Заңға сәйкес судьяның өкілеттігі мынандай жағдайларда тоқтатыла тұрады. Судья лауазымынан өз еркі бойынша босатылған кезде, басқа жұмысқа ауысуына байланысты, кәсіби жарамсыздығына орай немесе тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін қызметінен босатылғанда, судьяны қылмыстық жауапқа тартуға келісім берілсе, судья сайлауға кандидат болып тіркелгенде, саяси партияға кіруге ниет білдірген жағдайда, жоғары сот кеңесінің мүшесі болып тағайындалғанда, немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда. Осы мән-жайлар туындаған сәттен бастап, Қазақстан Республикасы президентінің судьяны қызметінен босату туралы жарлығы шыққанға дейін, немесе өкілеттікті тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылғанға дейін судьяның өкілеттігі тоқтатыла тұрады. Өкілеттікті тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылған кезде, өкілеттігі заңда белгіленген тәртіппен қайта қалпына келтіріледі. Жоғарғы сот төрағасының өкілеттігін тоқтата тұру туралы шешімді Қазақстан Республикасының президенті қабылдайды. Ал басқа барлық судьяларға қатысты мұндай шешімді жоғары сот кеңесінің төрағасы қабылдайды.